Достар, қайырлы күн. Бүгін біз Сәулет микрорайонында орналасқан мына керемет коттедж үйді көруге келіп тұрмыз. Айта кетейін, бұл аймақта бірыңғай енді коттеджный городок десем де қателеспеймін. Енді жалпы айтқанда жақсы райондардың бірі. Мына коттедж үйіміздің сыртқы көрінісі, яғни қоршауының көрінісі. Мына бөліктен көлік кіре алады. Мына бөліктен бөлек үйге келген қонақтар жалпы өзіңізде кіріп шығуға арналған бөлек есігі бар. Есігінің алдынан бастап енді айта кету керек, толығымен барлығы навестелген. Плюс есіктің алдының бәрі мынандай таудың тастарымен төселген. Оны қазір көре жатарсыздар. Мына жерде қараңызшы, әп-әдемі күшті қылып жасап қойған. Мынаны қандай өсімдік дейді? Бір өрмелі өсетін бір өсімдіктің түрі. Так, басқа не айтуға болады? Мына бөліктің өзіне де жақсы қылып жасап қойған екен. Үйіміздің еңсесі биік, күйдірілген қыштан мықтап тұрып салынған. Қарасаңызшы ауласы. Былай қарай. Серуендеп жүруге болады даже. Навес полностью. Қосымша құрылыстан жаздық барбекю зонасы бар, қазір оны көреміз. Плюс орыс банясы бар. Мынау үйімізге кіретін аймақ. Негізі бастап кезде мына бөліктен, яғни осы жақ беттен кіретін аймақ болған. Бірақ үйдің егілері өзгертіп, артқы бөлігінің кіретіндей қылып жасап қойған. Кіретін аймағын қараңыздар. Енді терраса іспеттес қылып жасап қойған, тамаша. Так, мына бөлікте бізде бөлек тағы да бір үлкен зона бар. И суағарларды көрдіңіз ба, қалай жасап қойған? Суағарлар. Лайнан келеді дағыны. Барлық сулар жиналып, огородқа қарай кетеді, яғни бақшаға қарай. Бірінші аулада тұрған орыс банясымен танысып жіберейік. Так, бұл банямыздың ішкі көрінісі. Жоғарғы жақтарын бәрін көріп тұрсыз, жақсы, өте сапалы салынған. Үйдің өзі де, баняда жалпы бәрі сапалы салынған. Арнайы қалпақтарына дейін тұр. Баняның алғашқы кіреберіс аймағы, бұл жер душевой аймақ. Мына бөліктен киімді шешуге арналған аймақ бар. Плюс парға арналған бөлмесі бар. Бәрі тамаша, керемет. Так, ары қарай кеттік. Енді барбекю зонаға қарай өтейік. Мынау бізде барбекю зонасы. Қараңыздар, жазда вентиляторы бар. Қыста да бұл жерде барбекю ретінде қолдансаңыз болады. Демалысқа арналған үстелдері бар. Мына жерде қазан ошақ, ас дайындау, шашлык, анау-мынауды пісіруге арналған тағы да бөлек өзінің аймағы бар. Мына жақты қарасаңызшы, ас дайындайтын бөлек тағы да бір зонасы бар. Так, аулаға енді артқа бөлігіне қарай өтейік. Жеміс ағаштары бар, жүзім өсіп тұр. Тамаша, плюс есіктің алдында мынадай бассейн бар. Бассейннің тереңдігі, айта кетейін, 1,5 метр. Мына бас жағы мына жақ болып есептеледі. Осы жағынан басып, бұлай склон ғой төмен қарай кеткен. Есіктердің алдарын жарықтандырумен жасап қойған. Тамаша енді жаздық туалет те қарастырылып қойған. Мына жақ бөлікте топка орналасқан. Керемет, не айта аламын, айтпақшы, мына фильтрациясы барлығы жұмыс жасап тұр. Енді коттедж үйіміздің ішкі көрінісімен танысайық. Так, бұл бізде коттедж үйіміздің бірінші қабаты. Мына есік арқылы мен осы коттедж үйімізге қарай кірдім. Айта кетейін, осы кіреберіс бөліктен бастап төмен қарай түсуге болады, немесе жоғары қарай көтерілуге болады. Төмен қарай подвалды қазір бөлек көретін боламыз. Если что, алдағы уақытта коттедждің залы ғой енді. Алдағы уақытта, если сіз осы коттеджге кіреберіс бөлікті өзгерткіңіз келсе, жаңа сыртта да айтып кеттім ғой, яғни мына жақтан есік шығарсаңыз болады. Мына жерде бөлек вход болады. Былай қарай бөлек екінші қабатқа қарай көтерілетін. Мына қосымша есік болып қалып қояды осы кезде сізде. Так, бұл бізде коттедж үйіміздің залы, залдың көрінісі. Қарап алыңыздар, іші кең, 50 квадраттан жоғары. Так, 1-2 терезесі бар.
жап-жарық, светло болып тұр, бәрі тамаша. Бірінші қабатта сонымен қатар ас дайындауға арналған аймақ бар. Жоғарыға дейін биіктік айтып кету керек, 3 метрден жоғары. Мынау холодильник бәлки қалуы мүмкін, бірақ оны осы үйдің иесімен дұрыстап сөйлесіп алып келсесіз. Жуыну бөлмеден, 2 қабатта да жуыну бөлмелері бар. Бірінші қабаттың жуыну бөлмесі, унитазы, раковинасы, ажағында душевой, қателеспесем. Ал жоғарғы бөлікте этажда ванная комната бар. Так, подвалға қарай түсіп көрейік, не бар екен астында. Енді қазір мен түсіп келе жатырмын, түскен кезде басыңызға тимейді, ешқандай емін-еркін кәдімгі спокойно сүйе бересіз. Мынау подвалдың көрінісі, мына жақта тағы да бір қойма сияқты қосымша шағын аймақ бар. Мынау бізде қосымша заттарды сақтауға арналған аймақ ретінде қолданып тұрған бөлме. Міне тағы да бір жаздық енді демалыс аймағы десем де болады. Немесе шай тамақ ішуге болатын аймақ ретінде қолдансаңыз болады. Бұл жақта да потолок биіктігі 2 метр, емін-еркін жүруге болады. Кеттік. Ендеше екінші қабаттан танысайық. Екінші қабатта тұрмыз. Екінші қабаттың қазір біз көріп тұрғанымыз коридор аймағы. Айта кету керек, осы коридор аймағы кең жүруге ыңғайлы қылып жасалған. Осы коридор аймағында жарықтандыруды да жақсы жасап қойған. Яғни коридорда, бір коридордың өзінде 3 люстра орнатылған. Мына бөлікте біреу, былайынан ортаңғы бөлікте 2-еуін орналастырған. Баспалдаққа көтеріле берсе аймақта арнайы өзінің терезесі бар. Енді ең алдымен балалар бөлмесінен бастайық. Бұл бізде көріп тұрғанымыз балалардың бөлмесі. Балалар бөлмесінің жиһаздары әдемі, сәнді таңдалған. Бұл бізде кровати, жұмыс жасауға арналған аймағы, креслосы да бағалы. Айта кету керек, екінші қабаттың да терезелері толығымен решеткаланған. Оған қарама-қарсы бетте тағы да бір жатын бөлме бар, бірақ үйдің иесі жүгіру, спортпен айналысу зонасы ретінде пайдаланған екен. Так, мынау жаңа айтып отырған залымыз, негізі мынау зал, бірақ та пәтердің, то есть осы үйдің иесі жатын бөлме ретінде пайдаланған. Көріп тұрсыздар ғой, кровать қойып қойған, мына жерге теледидар қойып қойған. Енді бұлайша енді керемет болып тұр. Дальнейшем әрі қарай да осылайынан жатын бөлме ретінде сіз де қолдансаңыз болады. Тамаша көрініп тұр бәрі. Шкафы, 2 тереземен ортасына қойған теледидар, барлығы әдемі үйлесіп, сәнді болып тұр. Тағы да бір жатын бөлмелердің бірі. Енді бұл жатын бөлменің ерекшелігі қабырғадағы обоймен люстраның жоғары жағында қара түс, перденің жоғары жағында қара түстің барлығын әдемі үйлестірген екен. Тамаша көрініп тұр. Сонымен қатар екінші қабатта бізде жуыну бөлмесі орналастырылған. Жуыну бөлмесінің ішкі көрінісі кең жуыну бөлмесі. Емін-еркін жүруге болады. Бұлайынан туалетке арналған аймақ, бұлайынан қол жууға арналған аймақ. Сәл жүрсеңіз ванна орналастырылған. Тамаша вариант. Сатып алуға асығыңыздар.